Сәлем барлықтарыңа қыз-келіншектер, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде қамыр болады. Қамыр пиццаға қамыр және жай нанға қамыр жасағым келіп отыр. Және ол айраннан. Кәдімгі айран, бізге кәдімгі ұн, ақ май, 50 миллиграмдай дрожь, бір қасық чайная ложка қант и мындай сүт керек болады. Сүт бізге не үшін керек? Бізге сүт дрожьді көтеріп алу үшін, дрожжымызды көтеріп алу үшін керек болады. Қазір мен жылы сүтке, өте қатты ыстық та емес, мұздай, салқындай емес, жылы сүтке дрожь пен қантты салып араластырамыз. Осылай араластырып, дрожжымызды көтеріп алып, содан кейін қамырымызды бастаймыз. Мінекей қыздар, дрожжымыз көтерілді. Мінекей 10 минуттай уақыт өтті, дрожжымыз көтерілді. Енді мен сіздерге айтамын деп ұмытып кетіппін. Мына жаққа мен 2 шай қасық тұзды салып қойғанмын. Енді бізге керек болады дрожж. Құямыз дрожж бен сүтті. Одан кейін жылытылған, кішкене микроволновкаға жылытып алған айран. Осының ұнымыз мынандай ыдыспен, стаканмен 4 стакандай болды. Егер ұныңызға айран жетпей қалса, су қосуға да болады. Су немесе сүт. Мінекей маған айраным, 1 стакан айран аздық қалды, мен тағы қосам. Қыздар, мінекей қамырымыз көтерілді. Енді пицца жасаймыз. Қыздар, енді қамырды пиццаны мен 2 түрлі қылып жасаймын. Былай кішкентай пицца болады бізде. Сосын егер қамыр алышып кетсе, үлкен жай бір пиццада жасай саламын. Осылай қойып кішкене көтеріп аламыз. Содан кейін үстіне начинкасын қоямыз. Кішкентай қалды. Қамыры жұмсақ болған, әдемі. Енді піскенде қалай болады? Соны көреміз. Қыздар, міне дайын. Осыны кішкене қоя тұрамыз көтерілгенше. Сосын үстіне начинка сала береміз. Қазір ар жағын көрсетемін. Қыздар, міне көтерілді. Енді қазір осылай стаканды үстіне қойып басып шығамыз. Осылай әрқайсысын басып шығамыз да үстіне начинкалерді қоямыз. Начинкалерді мен турап қойдым. Қазір саламыз үстіне. Қыздар, мінекей енді мен начинкаге кетчуп майонез қосамын. Кім өзі қалай. Кейбіреулер майонез қосқан қаламайды. Сосын мен тек балдарым жейтін нәрсені қосамын. Ол жерде балдарым менің не кетчуп майонез, балдарым менің помидор жемейді, грибы, құс-құйрықты да жемейді. Сондықтан мен тек колбасамен сырды, сосын соусты қосамын да қоямын. Мында жағып шығам әрқайсына. Сосын духовкеге беті қызарғанша салып аламын. Енді шұжық, менде ветчинаны салып шығамын. Енді ірімшікті қойып шығамын. Осыдан кейін духовкеге салып аламын. Сосын сіздерге көрсетемін қалай болғанын. Қыздар, мінекей пиццамыз дайын болды. Жұмсақ қамыры. Қамыры жұмсақ болды. Әлі ыстық. Мінекей. Осындай болып шықты. Қараңыздаршы, қандай қамыр әдемі. Дайындап көріңіздер, рецептін төменде қалдырамын.